Қайырлы күн, қадірменді көрермен, күнделікті брифингке қош келдіңіздер. Бүгін шілденің 13-і, 2026 жылдың әринеден және Маркетс Қазақстан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Біріншіден енді нарықтағы жалпы жағдай туралы айтатын болсақ, аптаның алғашқы сауда күні инвесторлар сақтық көңіл күймен бастап жатқанын айта кету қажет. Нарықтың негізгі назары ақш-та осы аптада жарияланатын инфляция көрсеткіштеріне, федералдық резервтік жүйесінің алдағы саясатына және геосаяси тәуекелдерге ауып жатыр дәл қазір. Бұл факторлар валюта, алтын және мұнай нарықтарындағы қозғалыстардың жалпы басты драйверлері болып қала беретіні сөзсіз анық. Қорғаныс активтеріне сұраныс жоғары болуы ақш долларын қолдап отыр. Сонымен қатар мұнай бағасы жеткізілімге қатысты тәуекелдердің әсерінен жоғары деңгейде қалып жатыр. Инвесторлар тәуекелді активтерге қатысты сақтық танытып, жаңа макроэкономикалық сигналдарды күтіп жатыр. Бүгінгі күннің жалпы күнтізбесіне назар аударатын болсақ, айта кететін жағдайлар өте көп. 9:25-те шамасымен GMT уақытымен, ол дегені бізде сағат 14:25-те FOMC жалпы мүшесінің сөзі болатын болады. Яғни Америка құрама штаттарынан макроэкономикалық жаңалықтар бар деген сөз. GMT уақытымен 16:30-да Уоллер есімді федералдық резервтік жүйесінің мүшесінің сөзін тыңдайтын боламыз. Әрмен қарай 18 және 23:00-де GMT уақытымен жалпы есебімен Ұлыбританиядан келетін жаңалықтарды күтетін боламыз бүгінгі жалпы сауда сессиясы барысында. Ал енді асықпай біздің деректерге көшетін болсақ, ең алдымен Америка құрама штаттар доллары индексін, яғни DXY-дан бастайтын боламыз. Біз көріп отқандай, жалпы демалыс күндерінен кейін ақш доллары кішігірім қолдау тапқанын көріп отырмыз. Дәл қазіргі оның саудаланып жатқан деңгейі 101,5, яғни 1056 деп айтуға да келеді. Доллар индексі жоғары деңгейде қалып отыр және соңғы апталардағы өсімінің бір бөлігін сақтап жатыр деуге де келеді. Бұған ақш экономикасындағы салыстырмалы тұрақтылығы, еңбек нарығындағы беріктік жалпы әсер етуде. Айта кететін болсақ, нарық қатысушылары ФРЖ мөлшерлемені ұзақ уақыт жоғары деңгейде ұстайды деген күтуді қайта бағалауда. Егер инфляция күткеннен жоғары болса, бұл долларды қосымша қолдауы мүмкін. Сонымен қатар ақш мемлекеттік облигацияларының кірістілігі де DXY динамикасына ықпал етеді. Кірістіліктің өсуі доллар үшін оң фактор болатыны сөзсіз анық. Әрмен қарай енді еуро-доллар жұбына көшетін болсақ, бұл жерде доллар тарапынан қысымды көріп отырмыз. 1,14 деңгейінде дәл қазір еуро доллар жұбы саудаланып жатыр. Еуро аймақтағы экономикалық өсімнің баяулауы және өндірістік белсенділігінің әлсіздігі еуроға дәл қазір қысым жасап жатқанын көріп отырмыз. Екінші жағынан Еуропалық орталық банктің мәлімдемелері нарық күтулерінің әсерін жалғастырып отыр. Егер ақш статистикасы күшті болып шықса, жұп төмендеуін жалғастыруы мүмкін. Оның барлығы да бүгінгі жалпы күн барысында белгілі болмақ. Трейдерлер үшін осы аптадағы басты тәуекел ақш инфляциясы мен доллар индексінің динамикасы. Әрмен қарай енді ұлыбританиялық фунт тақырыбына көшетін болсақ, стерлинг фунты салыстырмалы түрде тұрақты болғанымен жұрттың қозғалысы көбіне доллардың жалпы бағытына тәуелді. Англия банкінің инфляциямен күреске қатысты ұстанымы фунтқа қолдау көрсетіп келеді. 1,33 деңгейінде дәл қазір бұл саудаланып жатқанын көріп отырмыз. Оған қарамастан бірақ ақш валютасының күшею өсу әлеуетін шектеуде. Егер тәуекелге тәбет төмендей берсе, осы қысым сақталып та қалуы әбден ықтимал. Әрмен қарай біз көшетін тақырып ол әрине де жапониялық иена екенін айта кету қажет. Доллар иена жұбы жалпы жоғары деңгейде қалып отыр. ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелердің айырмашылығы доллардың пайдасына жұмыс жасауда. Дегенмен трейдерлер Жапония билігінің сол валюталық интервенциялары қатысты кез келген мәлімдемелерді мұқият бақылап жатқанын көріп отырмыз. Мұндай фактор жалпы қысқа уақыт ішінде құбылмалықты күшейтуі әбден мүмкін деген ой пікірлер бар. Дәл қазір біз көріп отқандай 162-ге жуық саудаланып жатыр. Дәл қазір жапониялық иена мен доллар
жоба, бірақ енді максималды деңгейлер болғаны есімізде, иә, шамасымен 8 шілде күндері дәл сол максималды деңгейлерге жетіп еді, бірақ одан соң сәл төмендеп, дәл осы 161,32 деген деңгейде жалпы тоқталатын нүктені тапқанын көріп отырмыз. Канадалық доллар туралы әңгіме айтатын болсақ, канадалық доллар жалпы мұнай бағасынан жоғары болуын қолдай алып отыр, жалпы есебімен айтқанда. Алайда ақш долларының кең ауқымды нығаюы жұптың төмендеуіне кедергі келтіруде. Алдағы күндері мұнай бағасының өзгерісі және ақш макроэкономикалық деректері бұл жұптың негізгі драйвері болмақ. 1,10 415 деген көрсеткіш дәл қазір бар бұл жұп арасында, және әрмен қарай қандай динамика болатынын мұқият қадағалайтын боламыз. Бірақ енді жалпы есебімен айтқанда мінекей 6 шілдеден бастап жалпы есебімен иә 1,100-ден қанша 420 мыңнан 423 деңгейінен дәл қазір мінекей 415-ке дейін түсіп жатыр. Яғни динамика бізге түсінікті. Алтын туралы айтатын болсақ, алтын қорғаныс активі ретінде сұранысқа ие болып қалуда. Геосаяси белгісіздік пен жаһандық тәуекелдердің сақталуы инвесторларды бағалы металға бағыттауда. Сонымен бірге ақш облигацияларының кірістілігі мен ФРЖ бойынша күтулер алтын бағасына ықпал етеді. Егер кірістілік төмендей бастаса, алтын қосымша серпін алуы мүмкін. Бірақ алтынның динамикасын дәл қазір көретін болсақ, иә, жалпы есебімен айтқанда төмен динамика көрсетіліп жатқанын көріп отырмыз. Ең жоғары деңгейлерде осы апта барысында алтынның бағасы шамасымен біз көріп отқандай, иә, 4188-ге дейін көтерілгеніне қарамастан, дәл қазір бұл көрсеткіш шамасымен енді 4070-ке жуық, иә, яғни бір унцияға доллар бойынша бағасы. WTI мұнайы туралы айтатын болсақ, жалпы демалыс күндерінен соң бұл да кішігірім жоғары импульс алғанын көріп отырмыз. Бұл баға жалпы жоғары деңгейде қалып отыр. Негізгі себептердің бірі жеткізілім тәуекелдері және әлемдік экономикалық нарықтағы белгісіздік екенін айта кету қажет. Сонымен қатар инвесторлар әлемдік сұраныстың перспективасын және өндіруші елдердің өндіріс көлеміне қатысты ұстанымын бағалап жатқанын айта кету қажет. Мұнай бағасының жоғары болуы шикізат экспорттаушы елдердің валюталарына қолдау көрсетуі мүмкін. Жалпы есебімен қазір баға 75 деген деңгейде екенін көріп отырмыз, және жалпы бұл баға күрт өсуін әрмен қарай жалғастыра беретін болса, біз үшін де бұл қандай да бір тосынсый жағдай болмайды. Бүгін жалпы назар аударатын оқиғалар ол жалпы ақш инфляциясына қатысты күтулер, ФРЖ өкілдерінің мәлімдемелері. Бүгінгі күні жарияланатын, естеріңізге сала кетейік, ақш облигацияның кірістіліктері, геосаяси жаңалықтар және мұнай мен алтын бағасының динамикасы. Бүгінгі брифингті қорытындылайтын болсақ, апта маңызды макроэкономикалық оқиғалармен басталып жатыр. Нарық үшін негізгі факторлар ақш инфляциясы, ФРЖ саясаты және геосаяси тәуекелдер. Осы факторлар қысқа мерзімді перспективада доллардың негізгі валюталық жұптарының, алтын мен мұнайдың қозғалысын айқындауы ықтимал. Трейдерлер тәуекелдерді басқаруға және жарияланатын статистикаға мұқият бақылауға назар аударғаны жөн. Осындай мінекей әзірге жаңалықтар. Бұл 13 жалпы шілдеге арналған күнделікті брифинг болды. Достар, егер жалпы есебімен Форекс нарығында болып жатқан жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің Телеграм және Инстаграм парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар, және онымен қатар біздің YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосып алуды да ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерге келесі кездескенше сау болыңыздар деймін.